Саламатсыздар ма, әлеуметтік желі көрермендері? Сіздерге халық ауыз әдебиетінің кейіпкері Алдар Көсе жайында сөз қозғамақшымын. Алдар Көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакер, зерделі қудың жиынтық бейнесі. Аңыз әңгімелерде Алдар Көсе өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырған. Оның мақсаты саран байларды, жалқауларды, ақымақ қазыларды алдап, бұлардың сыбағасын беріп әжуа етіп отырған. Сондай ертегілердің бірі Алдар Көсе мен Тоңғақ ертегісін назарларыңызға ұсынамын. Сақылдаған сары аязда тек қасқырдың тонын киген адам ғана тоңбауы мүмкін. Ал Алдар Көсе жарықтық, шұрық тесік жаман тонымен күн сайын үсе жаздайды. Алдар бірде жапан далада жоқтып келе жатып, қатты тонады. Аяқ қолынан жан кетіп, бет-аузы бозарып, бас сұғар жылы үйді армандап келеді. Сақылдаған аяз құлағының ұшын аямай шымшып, жанын шарықтырады. Жақын маңда түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбеді. Алдардың астына мінген арық аты қанша қамшыласа да, мына суықта аяғын баспай келеді. Жаман ат жолдың соры, әлі біраз жүретін шығармын. Иттің үргені де естілмейді. Далада үсі өлмесем жарар еді деп іштей сөйлеп келеді Алдар. Кенет алдынан бір аттылы адам кезігеді. Атының жейсіне қарап, Алдар аттылы кісінің бай екенін біле қояды. Сол кезде Алдар буы бұрқырап, ыстықтап келе жатырған адамдай жыртық шапанын алдын ашып, тастап әндете бастайды. Әлгі баймен жолығысып, аман саулық сұрасады. Бай үстіндегі қалың тонын өзінен тонып бүрсен етеді. Ал Алдар Көсе болса, басындағы бөркін бір шекесіне қисайтып, киіп, күн шуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйлейді. Бұған танытқан бай, сен немене тоңған жоқсың ба? дейді. Тоңсаң сен тоңған шығарсың. Менің тонымды киген кісі біреуі қыз қайнап, ыстықтап жүреді деп жауап береді Алдар. Бұндай болу мүмкін емес. Мына тонына шұрық тесік қой деп бай таңдана сөйлейді. Міне, бар сыр осында, шұрық тесікте. Бір тесіктен кірген жел, екінші бір тесіктен лып етіп шығып кетеді. Ал жылу өзінде қалады. Бай Алдардың шапанын қалай алсам деп ойлайды. Ал Алдар байдың тонын қалай қолыма түсірсем екен деп армандайды. Осы кезде маған шапанымды сатшы дейді бай. Сатпаймын, бұл тонсыз мен үсіп өлемін ғой, дейді Алдар. Бай, үсіп өлмейсің, мен саған менің тонымды беремін, тіпті үстіне ақша қосып та берейін, деп Алдарды қызықтырады. Маған ақшаның қажеті жоқ, ақша орнына атымды берсең ойланып көрер едім, дейді Алдар. Қуанғаны соншалық, бай бірден келісе кетті. Алдар Көсе байдың тонын киіп, жүйрік атына мініп, ысқырған жермен жарыса жөнелді. Енді Алдар Көсеге бір ауылдан бір ауылға қатынау қиын емес еді. Астында ұшқыр ат, иығында жылы тон. Кез келген адам, мына керемет тон жүйрік атты қайдан алдың деп сұрайды. 77 жыртығы, 78 жамауы бар шапаныма ауыстырып алдым дейді Алдар жұрттықын. Жаман тонға жақсы шікін, қыршынға атқа құстай ұшқан жүйрігін ауыстырған ақымақ бай туралы әңгіме естіп, ел мәз болады. Күлкі саябыр тапқан кезде Алдар Көсе жолдың алыс жақынын жосқан біледі, дәмнің ашы тұщысын татқан біледі дейді иығынан күліп жіберіп. Міне осылайша Алдар Көсе жағымды образымен танылған ауыз әдебиетінің ең көне кейіпкері. Құрметті әлеуметтік желі оқырманды, жақсы кітап жан азығы демекші, кітап оқуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.